Сәлеметсіздер ме? Есімім Мұхтар Едіге. 5-ші А сынып оқушысымын. Жобаның мақсаты. Бұл жобаның негізгі мақсаты отанға деген сүйіспеншілікті арттыру, отбасы құндылықтарының маңызын түсіндіру және әр азаматтың елдің дамуына қосатын үлесін көрсету. Жобаның міндеттері отанды сүю мен патриотизмнің маңызын түсіндіру, отбасының бала тәрбиесіндегі рөлін көрсету, жеке бастаманың қоғам мен қоршаған ортаға тигізер пайдасын көрсету, қоғамға пайдалы болу жолдарын ұсыну, қоршаған ортаны қорғау мен еңбекқорлықтың маңызын атап өту. Отан біздің ортақ үйіміз. Қазақстан кең байтақ даласы, бай табиғаты мен терең тарихы бар ел. Біз көп ұлтты мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Және бұл біздің ең үлкен байлығымыздың бірі. Еліміздегі бейбітшілік пен тұрақтылық әрбір азаматтың еңбегінің нәтижесі. Мен үшін отан менің туған жерім. Отбасым, мектебім, достарым. Менің ата-бабам осы жерде өмір сүріп еңбек етті. Олар бізге тәуелсіз, егеменді ел қалдырды. Сондықтан мен өз елімнің дамуына өз үлесімді қосқым келеді. Менің бастамам, отанға қосқан үлесім. Мен өз елімнің нағыз патриоты болу үшін білім алып еңбек етуім керек. Кез келген адам өз бастамасын кішкентай істерден бастай алады. Менің алғашқы бастамаларым мыналар: қоршаған ортаны қорғау, аула мен мектеп аумағында сенбіліктерге қатысамын. Ағаш отырғызу акцияларына белсенді түрде атсалысамын. Қоқысты сұрыптау, жинау дағдысын үйреніп, басқаларға үлгі боламын. Білім мен өзін дамыту. Көп кітап оқимын, жаңалықтармен бөлісемін. Түрлі олимпиадалар мен жарыстарға қатысып, білімімді шыңдаймын. Қазақ тілімен қатар ағылшын және орыс тілдерінен жетік меңгеруге тырысамын. Ұлттық дәстүрлерді сақтау және насихаттау, ұлттық ойындарды ойнап достарыма үйретемін. Тоғызқұмалақ, асық ату, қазақша күрес. Қазақ халқының батырлары туралы кітаптар оқып, олардың ерліктерін зерттеймін. Домбыра ойнауды үйреніп, ұлттық музыкаға деген сүйіспеншілікті арттым. Отбасы тәрбие мен құндылықтың қайнар көзі. Отбасы әр адамның өміріндегі ең маңызды ортасы. Бұл баланың өмірге келген сәтінен бастап, оны қоршаған алғашқы орта. Тәрбие мен өнегенің ең алғашқы мектебі. Қазақ халқы ежелден отбасы құндылықтарына ерекше мән берген. Отан отбасынан басталады деген сөздің мағынасы да терең. Себебі әрбір мықты мемлекет мықты отбасыдан құралады. Менің отбасым менің мақтанышым. Мен үлкен, тату, тәрбиелі отбасында тәрбиеленіп жатырмын. Менің отбасымдағы ең басты құндылықтар сыйластық, еңбекқорлық, білімге деген ұмтылыс, мейірімділік пен қамқорлық. Әжем менің ақылшым. Менің әжем зейнеткер, ұстаз. Ол өмір бойы балаларды оқытып, олардың білімді әрі тәрбиелі азамат болып өсуіне үлес қосты. Қазірде менің сабақтарыма көмектесіп, білімнің маңыздылығын түсіндіріп отырады. Әжем маған халық ауыз әдебиетінен көп ертегілер, аңыз әңгімелер айтып береді. Бұл менің қазақ мәдениетіне, дәстүрлеріне деген қызығушылығымды арттырады. Ата-анам өмірлік үлгі. Менің ата-анам өте еңбекқор, адал, мейірімді жандар. Олар мені тек сөзбен ғана емес, өз ісімен де тәрбиелейді. Әкем маған жауапкершілік пен еңбекқорлықтың маңызын түсіндіреді. Ол маған ешқашан жалқау болма керектігін, өз күшіңмен жетістікке жетудің маңыздылығын үйретеді. Анам мейірімді, қамқор жан. Ол отбасымыздың берекесін сақтап, бәрімізге қолдау көрсетіп отырады. Ол маған қайырымдылық, адалдық, адамдарға қамқор болу сияқты қасиеттердің маңызын үйретеді. Отбасылық дәстүрлеріміз. Біздің отбасымызда әр адамның өзіндік орны, атқаратын міндеті бар. Біз әрқашан бір-бірімізге көмектесіп, қолдау көрсетеміз. Отбасымызда дәстүрлі мерекелерді ерекше атап өтеміз. Әсіресе Наурыз мейрамында
ұлттық тағамдар әзірлеп, үлкендерден бата аламыз. Бізде келесі отбасылық дәстүрлер бар. Апта сайын отбасылық дастархан басында жиналу және әңгімелесу, кітап оқу және бір-бірімізбен қызықты оқиғалармен бөлісу, табиғатқа шығып таза ауада уақыт өткізу, ұлттық мейрамдарды ерекше атап өту. Отбасындағы ең басты құндылықтар: сыйластық, отбасы мүшелері бір-біріне құрметпен қарау керек. Тәрбиелік, үлкендерді сыйлау, кішіге қамқор бол. Білімге құштарлық, үнемі жаңа нәрсені үйрену, кітап оқу. Еңбекқорлық, әр істі адал әрі тиянақты орындау. Қамқорлық, бір-бірімізге көмектесу, жануарларға, табиғатқа жанашыр болу. Ұлтжандылық, ұлттық дәстүрлерді сақтау және насихаттау. Менің бастамам, отанға қосқан үлесім. Мен өз елімнің нағыз патриоты болу үшін білім алып, еңбек етуім керек. Кез келген адам өз бастамасын кішкентай істерден бастай алады. Менің алғашқы бастамаларым мыналар: қоршаған ортаны қорғау, аула мен мектеп аумағында сенбіліктерге қатысамын. Ағаш отырғызу акцияларына белсенді түрде атсалысамын. Қоқысты сұрыптау, жинау дағдысын үйреніп, басқаларға үлгі боламын. Білім мен өзін дамыту. Көп кітап оқимын, жаңалықтармен бөлісемін. Түрлі олимпиадалар мен жарыстарға қатысып, білімімді шыңдаймын. Қазақ тілімен қатар ағылшын және орыс тілдерінен жетік меңгеруге тырысамын. Ұлттық дәстүрлерді сақтау және насихаттау, ұлттық ойындарды ойнап достарыма үйретемін. Тоғызқұмалақ, асық ату, қазақша күрес. Қазақ халқының батырлары туралы кітаптар оқып, олардың ерліктерін зерттеймін. Домбыра ойнауды үйреніп, ұлттық музыкаға деген сүйіспеншілікті арттым. Менің отаным менің бастамам деген ой әрбір азаматқа жақын болуы тиіс. Отбасы біздің өміріміздің басты тірегі. Егер әрбір отбасы берік, тәрбиелі, саналы болса, онда мемлекет те мықты болады. Мен білім алып, қоршаған ортаға қамқор болып, ұлттық құндылықтарды сақтасам, бұл менің отанға қосқан үлесім. Отанды сүю, оны қорғау, дамыту және оған қызмет ету. Менің отаным, менің болашағым.